Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жасалатын әрі өте керемет жеңіл салаттың рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы өте қарапайым заттардан жасалады. Жасалу жолына, яғни құрамына керек заттар бізге қияр, қызанақ, салат жапырақтары, жүгері, тұз, майонез және де қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен қиярымызды аламыз да оның қажетсіз бөліктерін алып тастап, видеода көрсетілгендей етіп, көлемі осындай болуы керек, яғни қатты ірі, ұсақ емес, орташа етіп турап алатын боламыз. Туралған қиярларымызды ыдысымызға салып аламыз. Содан соң қызанағымызды аламыз да оны екіге бөліп, оның қажетсіз бөліктерін алып тастайтын боламыз. Және де қызанағымызды да қатты майда қылудың қажеті жоқ, ұзынша етіп пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Дайын болған қызанақтарымызды ыдысымызға саламыз. Содан соң барып, адамның ағзасына өте пайдалы және де ПП рационда жүрген адамдарға өте керемет және де қолжетімді болып келетін салат жапырақтарын кесіп алатын боламыз. Өзіме салат жапырақтары өте қатты ұнайды. Сіздерге де салатқа қосуға кеңес беремін. Себебі өте әдемі көрінеді, әрі салатыңыз дәмді болып шығады. Міне осылай жайғастырып алатын боламыз. Содан соң қайнатылған жұмыртқамызды аламыз да, оны ортасынан екіге бөліп, содан соң тағы да екіге бөлінген бөлікті тағы екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Яғни қатты майда қылудың қажеті жоқ. Жұмыртқамыз дәл осындай болып тұрса болады. Содан соң жүгерімізді аламыз. Бұл жерде 3 қасықта, яғни 3 ас қасық жүгері қосқан болатынмын. Содан соң барып майонезді көз мөлшерімен салып алатын боласыздар. Қалауларыңыз бойынша майонезді қосуға болады. Және де қасықтың көмегімен барлығын жақсылап тұрып, бір-біріне біркелкі сіңгенше қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Тарелкамызға салып алатын боламыз. Өте керемет болып тұр. Иісі деген өте күшті болып шығып тұр. Міндетті түрде сіздерге жасауға кеңес беремін. Аз ғана уақытты талап ететін және де өте дәмді болып шығатын аппетитный, асқазанға да ауыр емес жеңіл салаттың рецептісі десем де болады. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздерге арналған түрлі қызықты әрі оңай жасалатын рецептермен бөлісетін боламыз.